Заң жобасына келейікші. Қарасаңыздар айтады, әрбір адам не болмаса туысқандары сотқа шағым тастай алады, арыз жаза алады. Бұл заң қабылданғаннан кейін. Яғни мен құмар ойыннан шыға алмай жүрсем, өзім үстінен өзім арыз жаза алады екен. Осы біздегі тәртіп сақшылар әрқайсысын бақылайды екен. Шын айту керек қой, үйінен бір теледидар ұрлап, қорадағы сиырын айдап кетсе, бір жыл соның артынан жүреміз ғой, таптыра алмай. Енді осының барлығының артынан тәртіп сақшылар осы іздеп, дұрыс жолға түсіре алады. Сот қарайды деген сенесіздер ме? Енді 10% деген енді қанша? 19 миллион адам, 19%. 1,5 миллион адам ба? 2 миллионға жуық адам ғой енді. Бұл жерде енді мақсат енді дұрыс айтып отырсыз. Кімнің артынан қуалап іздеп жүресіз де мысалы? Ол мүмкін емес. Қазақстанда букмекерлік кеңсеге ойнамаса, мен айтып отырмын жаңағы. Испаниянікі, жаңағы Ресейдікі, Украинаның кеңселеріне интернет арқылы тіркеліп, VPN көшіріп алып, сөйтіп ойнай береді. Оны ол жерде шектеуді қалай қоя аламыз? Салық көтеру керек. 75% минимум сол керек. И біз білу керекпіз, ол ақшаны қандай спорт дамуына жіберіп жатырық біз. Мысалы, сол салықтан біз футбольный поле құрастырамыз ба, футбольный команданы демеушілік етеміз ба, соны көрсетіп, нақты соны, мысалы, жұмыс істейді ме елде? Соның 75%-ін біз Қазақстан бюджетіне кірсе, соның бюджет сол ақшадан біз спорт дамуына жіберу керек. Салық көбейте салу көрсек, бәланбай есе. Ең дұрысы сол. Ең бірінші сол. Басқа жол жоқ. Өйткені өзі мемлекеттің қазір мәжбүрлеуші механизмі, ең басты механизм. Оны әрбір адамның соңына бір полиция қойып бақылау, немесе әрқайсысына арыз жаздырып соттата беруден одан ештеңе шешілмейді. Ең шешудің оңай жолы жаңағы сол қаржы жүйесімен салықты көбейту арқылы. Соттатқан ол жерде былай ғой. Сонымен ғана реттеуге болады. Казино кіргізбейді, кеңселерге кіргізбейді екен, соның барлығын аңдып тұрады екен. Жоқ, ол үйтіп мәжбүрлеуден өте үлкен. Базаға кіргізіп қояды ғой, базада. Жоқ, оның бәрінде қара тізім бар ма жалпы? Нәтиже күтуге болмайды одан. Әр кеңсенің өзінің қара тізімі бар негізі. Бірақ күзетшіге бір 10 мың теңге берсең, кіре аласың. Жоқ, мен мысалы қара тізімде тұрмын. Мен регистрация жаса алмаймын. Не үшін тұрсыз қара тізімде? Өйткені мен оларда жаңа вилка жасадым ғой мысалы ше. Олар маған рұқсат бермейді ойнауға, ұтуға. Сен ұта бересің. Ұтам 1% болса да 2% болса да олар маған бермейді ұтуға. Маған қара тізім жасап, удостоверение жазсам, маған кіргізуге де мен мысалы біреулердің коэффициенттері үлкен болса, менікін бүйтіп жоққа қылып тастайды, чтобы мен оны ұта алмау үшін. Олар ешқашан ұтуға бермейді. Қайталап істей берген ғой бір схеманы. Сен сол букмекер кеңсенің басқа қаладағы бөлімшесіне кіре алмайсың ба сонда? Кіре алмай, жоқ, ол жерге кіре алмаған кезде мен барып онлайн емес болса, мен ойнаймын мысалы ше. Міне, яғни бақылауға болады ғой. Жоқ, оны бақылауға болады. Ол жаңағы ең дұрыс әдісі ол қатты тыйым салып жаңағындай полиция қою емес, немесе сотқа жүгіну емес. Сол жаңағы дұрыс айтып отыр, қаржы жүйесі арқылы салықты көбейту. 75% тіпті сөйтіп көтеріп қойсын Германиядағы сияқты. Онда ол жаңағы соны ұйымдастырып отырған ұйымдаушылар мүдделі болмай алады ғой. Экономикалық ол жерде қызығушылық азаяды деген сөз. Сондықтан барып бұны біз бұл құмар ойынмен дамымаймыз негізі. Біздің дамитынымыз озық технология, жаңағы таза бизнес, сол өзіміздің жаңағы ауыл шаруашылық жеңіл өнеркәсіпті дамыту, азық-түлік өнімдерін жасау, осы арқылы ғана біз нарықта үлкен дамуға немесе жетістікке жетеміз деп ойлауымыз керек. Ал енді ол құмар ойын сияқты басқадай ондай жеңіл-желпі жолмен ол қоғам алға дамымайды. Сондықтан бұған мейлінше мемлекет тарапынан салықты өкіртіп салу керек. Сол қаржы жүйесі арқылы жасайтын бақылауды күшейту керек. Сол салықтан реабилитация орталықтарын көбейтуге болады. Қазіргі реабилитация орталығы айына 300-400 мың теңге болады. Мысалы, бір адамдар миллионы ұтылып, мысалы ше, әкешілер ешкім олар ақшалы жүреді, қалмай төлеуге 300-400 мың теңге айына. Және ол реабилитациялық орталық тек Алматы ғана қаласында. Басқа қалаларда жоқ әзірге. Астанада жоқ, Астанада жоқ. Бар Жеке психологтарға, молдаларға қаралып сөйтіп жүреді. Бірақ мына тура букмекерлік кеңселерден зардап шеккен адамдардың өзінің баратын Европада да бар, көп жерде бар енді. Алматыда бір-ақ жерде бар. Ол өте аз. Сондықтан осындай нәрсені де көбейту керек. Екіншіден бұл жаңа сіз айтып отырсыз, букмекерлік кеңсе дегеніміз енді әрине ол дұрыс емес, оның барлығын түсініп отырмыз. Бірақ ол қоғамымыздың айнымас, ажырамас бір бөлігіне айналып кетті. Пайда болған нәрсе ғой енді. Спорттың қасында үнемі өстіп жүреді. Ол анау Афинада Олимпиада ойын өткен кезде бәсті келе бастаған. Жойып тастай алмаймыз оны. Абай атамыз Ермұхамед жоюға қарсымын дейді. Жоқ, оның жоя алмаймыз да ғой енді. Жоя алмайсың. Енді қарсымыз ғой, бірақ енді жою жаңағындай жолмен жою өте қиын. Мен айтып отырмын. Оны ғаламторда да шектейік.
ғаламторды VPN арқылы не істеу керек, не істеу керек, не істеу ол керек? әрбір қазақстандық тіркелген азамат Иә. 1 миллион теңгеден артық ешқашан бәс тіге алмауы тиіс. Сондай шектеу қойылу керек, жаңағындай үлкен суицид, жаңағындай фатальный оқиғаларға жеткізбеу үшін. Бұл бір. Екіншіден, қалаларға көшіргеніміз дұрыс. Олмен бірге біз неге казиноны ұмытып кетіп отырмыз? Заңға 10 та қосуымыз керек. Және оларды да итермелеу керек. Сосын үшінші мәселе, жаңағы букмекерлік кеңселердің мен бағдарламаның басында айттым, оның салығын көтеру керек және спортқа белгілі бір мөлшерін құю керек. Осыны істеп жатқан санаулы ғана букмекерлік кеңсе бар, басқалар істеп жатқан жоқ. Шетел компаниялар жабу керек шығар. Біз жерде енді біздің биліктің сіз айтып отқандай адам құқығы, жаңағыдай моральдық құндылықтар, рухани нәрсені ойлап отқан жоқ. Біз жерде 140 миллиардқа жуық ақша шетелге шығып кетіп жатыр, соның біршама бөлігі осы букмекерлік кеңселерден екендігін ол факт тіркелген. Өйткені Қазақстанда мен айтып отырмын, 15-17 букмекерлік кеңсе болса, олар бір жылда салық 14 миллиард төлеп отырса, демек олар қаншама ақша тапты. Олар салықтан жалтарып жүрген ішінде қаншамасы бар. Олар шетелге қаншама ақшаны алып кетіп жатыр деген мәселені қозғауымыз керек.